Іс-қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу сабағын жалғастырамыз. Хаттарда жиі кездесетін етістіктер: направляю, жолдаймын, направляем, жолдаймыз, прошу вас, сізден сұраймын, просим, сұраймыз, просим предоставить, беруді сұраймыз, немесе ұсынуды сұраймыз. Екеуі де дұрыс болады. Просим направить, жолдауды сұраймыз. Мысалы, бізге жауап жолдауды сұраймыз. Жалғастырайық. Разъяснить, түсіндіру. Прошу разъяснить, түсіндіруді сұраймын. Решить, шешу. Прошу вас решить, сізден шешуді сұраймын. Немесе сізден шешуіңізді сұраймын. Екеуі де дұрыс болады. Мысалы, прошу вас решить вопрос. Сізден мәселені шешуді сұраймын. Необходимо, қажет. Необходимо предоставить, беру қажет. Немесе ұсыну қажет. Екеуі де дұрыс болады. Жалғастырайық. Прилагается, қоса беріледі. Прилагаются копии документов. Құжаттардың көшірмелері қоса беріледі. Разрешить, рұқсат беру. Прошу вас разрешить, сізден рұқсат беруді сұраймын. Немесе сізден рұқсат беруіңізді сұраймын. Екеуі де дұрыс болады. Енді хатта жиі кездесетін зат есім сөздер: документ, құжат, копия, көшірме, оригинал, түпнұсқа, оригинал документа, құжаттың түпнұсқасы, копия документов, құжаттардың көшірмелері, совещание, кеңес, протокол, хаттама, протокол совещание, кеңес, хаттамасы. Бұл жерде сөздерді байланыстырып тұрған жалғауларға көңіл бөлейік. Көбіне ілік септігінің жалғаулары және тәуелдік жалғаулары жиі кездеседі. Ілік септігінің жалғаулары ның, нің, дың, дің, тың, тің. Ілік септігінен кейінгі сөз міндетті түрде тәуелдік жалғаулармен беріледі. Хаттарда көбіне тәуелдік жалғауының үшінші жағы кездеседі. Олар с. Мысалы, бөлімнің бастығы, начальник отдела. Бастықтың кабинеті, кабинет начальника. Кейде ілік септігінің жалғауы нөлдік формамен беріледі. Мысалы, бөлімнің бастығы, бөлім бастығы. Екеуі де дұрыс, жай ғана нөлдік форма. Яғни ілік септігі жоқ дегенді білдірмейді. Тағы да бір мысал: кеңестің хаттамасы, кеңес хаттамасы. Алайда нөлдік форма барлық жерде орынды бола бермейді. Мысалы, бастықтың кабинеті дегенді бастық кабинеті деп айта алмаймыз. Өйткені келіңкіремейді. Әрі қарай жалғастырайық. Информация, ақпарат, сведения, мәлімет, предложение, ұсыныс, замечание, ескертпе, отчет, есеп, отчетность, есептілік, проект, жоба, проект закона, заң жобасы. Яғни заңның жобасы, көбіне заң жобасы деп нөлдік формамен беріледі. Бірнеше мысалдар келтірейік. Прошу вас предоставить информацию. Сізден ақпарат беруді сұраймын. Направляем вам копии документов. Сізге құжаттардың көшірмелерін жолдаймыз. Направляем вам отчет о работе. Сізге жұмыс туралы есеп жолдаймыз. Келесі мысалдар. Прошу вас предоставить копии документов. Сізден құжаттардың көшірмелерін беруді сұраймын. Направляем вам протокол совещания. Сізге кеңес хаттамасын жолдаймыз. Направляем вам отчет по плану. Сізге жоспар бойынша есеп жолдаймыз.
Уақыттарыңызды бөліп видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. 5 минуттық сабақтарымыз өз жалғасын таба бермек. Сондықтан сіздерді осы арнада күтемін.